Кайрылуу күн, құрметті достар. Бүгін біз 4-ші сыныпқа арналған Құрманғазы Сағырбаев тақырыбында диктант жазамыз. Барлығы мәтінімізде 41 сөз. Алдымен мен мәтінді толық оқып шығамын. Біз мәтінмен таныс боламыз, содан соң диктантты жазуға кірісеміз. Видеоға лайк басып, өз пікірлеріңізді жазғандарыңызға, каналға тіркелгендеріңізге көп рахмет. Құрманғазы Сағырбайұлы. Құрманғазы Сағырбайұлы ұлы күйші сазгер. Ол Астрахань облысында дүниеге келген. Сазгердің аты әлемге әйгілі. Біз бастауыш мектептен бастап, сазгердің күйлерін тыңдап, тамашалаймыз. Атақты күйші ұрпақтарына мол мұра қалдырған. Мен Құрманғазының күйлерін ұнатамын. Алматыда Құрманғазы атында ұлт аспаптар оркестрі бар. Ұлы сазгер өмірді сүйген. Мінекей достар, диктанттың мәтінімен таныс болдық. Енді диктантымызды жазуға кірісейік. Алдымен тақырыбын жазамыз. Құрманғазы Сағырбайұлы. Жазамыз. Құрманғазы Сағырбайұлы. Бірінші сөйлем. Құрманғазы Сағырбайұлы ұлы күйші сазгер. Азат жолдан бастап жазамыз. Құрманғазы Сағырбайұлы ұлы күйші сазгер. Сөйлемді тексереміз. Құрманғазы Сағырбайұлы ұлы күйші сазгер. Келесі сөйлем. Ол Астрахань облысында дүниеге келген. Жазамыз. Ол Астрахань облысында дүниеге келген. Сөйлемді тексереміз. Ол Астрахань облысында дүниеге келген. Келесі сөйлем. Сазгердің аты әлемге әйгілі. Жазамыз. Сазгердің аты әлемге әйгілі. Сөйлемді тексереміз. Сазгердің аты әлемге әйгілі. Келесі сөйлем. Біз бастауыш мектептен бастап, сазгердің күйлерін тыңдап, тамашалаймыз. Жазамыз. Біз бастауыш мектептен бастап, сазгердің күйлерін тыңдап, тамашалаймыз.
Сөйлемді тексереміз. Біз бастауыш мектептен бастап, сазгердің күйлерін тыңдап, тамашалаймыз. Келесі сөйлем. Атақты күйші ұрпақтарына мол мұра қалдырған. Жазамыз. Атақты күйші ұрпақтарына мол мұра қалдырған. Сөйлемді тексереміз. Атақты күйші ұрпақтарына мол мұра қалдырған. Келесі сөйлем. Мен Құрманғазының күйлерін ұнатамын. Жазамыз. Мен Құрманғазының күйлерін ұнатамын. Сөйлемді тексереміз. Мен Құрманғазының күйлерін ұнатамын. Келесі сөйлем. Алматыда Құрманғазы атында ұлт аспаптар оркестрі бар. Жазамыз. Алматыда Құрманғазы атында ұлт аспаптар оркестрі бар. Сөйлемді тексереміз. Алматыда Құрманғазы атында ұлт аспаптар оркестрі бар. Келесі сөйлем. Ұлы сазгер өмірді сүйген. Жазамыз. Ұлы сазгер өмірді сүйген. Сөйлемді тексереміз. Ұлы сазгер өмірді сүйген. Осымен достар, диктантымызды жазып аяқтадық. Енді мен мәтінді қайталап оқып шығамын. Содан соң экранға мәтіннің толық нұсқасы шығады. Өздеріңізді тексеріп алыңыздар. Диктантты бағалау критериялары видеоның астында жазулы. Құрманғазы Сағырбайұлы. Құрманғазы Сағырбайұлы ұлы күйші сазгер. Ол Астрахань облысында дүниеге келген. Сазгердің аты әлемге әйгілі. Біз бастауыш мектептен бастап, сазгердің күйлерін тыңдап, тамашалаймыз. Атақты күйші ұрпақтарына мол мұра қалдырған. Мен Құрманғазының күйлерін ұнатамын. Алматыда Құрманғазы атында ұлт аспаптар оркестрі бар. Ұлы сазгер өмірді сүйген.